Құрметті көрермендер, бірер бір кітап акциясы және Парасат жолы жоба аясында аудандық орталық модельді кітапханасы және ақпараттық библиография секторының ұйымдастыруымен «Кел, бірге оқиық» әдеби арт орындығының салтанатты ашылуына қош келдіңіздер. Здравствуйте, жители и гости поселка Ботакара. День необычный сегодня. Сегодня всюду улыбки и смех, литературную арт-скамейку откроем для всех. Выросли дома, зазеленели улицы, открылись новые спортивные и образовательные учреждения. Наша Ботакара превратилась в поселок цветущих садов, аллей, парков, фонтанов и площадей. И сегодня для всех жителей поселка происходит еще одно событие – открытие литературной арт-скамейки. Кел, бірге оқиық. Әдеби арт орындығында көптеген мағлұматтар ала аласыздар. Бұл жерде кітаптардың қуар нұсқасын беріп отырмыз. Заман ағымына қара демекші, бұл қуар нұсқасымен таңдаған кітабыңызды жүктеп алып оқуыңызға болады. Әдеби арт орындық жаз айлары, яғни маусым, шілде, тамыз айларына дейін жалғасын табады. Әдеби арт орындық кентіміздің басқа да жерлерінен ашылу көзделген. Атап айтсақ, Жырзыз Қашы мешітінің қасындағы аллея және автобекеттің жанынан ашылады. Сегодня на торжественном мероприятии присутствуют почетные гости, методисты централизованной библиотечной системы Кузбекова Нафис Мухамедияровна, Аскарова Майгуль Насыровна и, конечно, наши уважаемые читатели. Кітап дегеніміз алдыңғы ұрпақтың артқы ұрпаққа қалдырған рухани өсиеті. Кітап оқудан тыйылсақ, ой ойлаудан да тыйылар едік деген еді Ғабит Мүсірепов. Кітап кемелденуге көмектеседі. Қаншама технологиялар ашылып жатыр, бірақ бұлардың бәрі кітапты алмастыра алмасы анық. Оқыған адамның күні қашанда жарық. Кітап оқу бұл тек бос уақытты қызықты өткізу ғана емес, сонымен қатар тұлға болып қалыптасу үшін орасан зор көмегін тигізетін өте пайдалы іс. Адамдар барлық жинақтаған білімін жаңа ұрпаққа кітап арқылы таратады. Олар әр адамның өміріне енген заңдылық десе де болады. Біздің аудандық орталық модельді кітапхана қорында қаншама өздеріңізге деректі, тың деректерді және кітаптарды алып оқи аласыздар. В нашем поселке появилось еще одно замечательное место, которое, мы надеемся, сыграет важную роль в жизни наших читателей. Чтобы она всегда радовала нас, будем вместе с вами заботиться о ней. И, конечно же, любой желающий в любое время может прийти и совместить приятное с полезным, отдыхая на скамейке, прочитать любимую книгу. Добро пожаловать! Және де осы бір айта кетерлік жағдай, осы бірер бір кітап 2021 жылы, яғни тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына 30 кітап таңдалынып алынған болатын. Поэзия жанрында, яғни Мұқағали Мақатаевтың Өмір дастан, Жұмекен Нәжімеденовтің Менің Қазақстаным, Ұлықбек Есдәулеттің Киіз кітап, Серік Ақсұңқарұлы Көкейімде күлтегінің жазуы, Тоқтарәлі Таңшарықтың Түн парақтары және Бақытжан Қанапияновтың Состояние души кітаптары таңдалынып алынды. Және де әр оқырманға байланысты кім поэзия, кім проза, және де проза, драматургия, аударма және балалар кітабына осы тәуелсіздіктің 30 жылдығына 30 кітап таңдалынып алынды. Әр оқырман өзінің қалаулы кітабын табады деген ойдамыз. Біздің әдеби арт орындыққа қош келдіңіздер. Девочка из города Караганда, жымиясың мен қарағанда, сенбегенде жүрек соғат, ойнағандай барабанда. Девочка из города Караганда, жымиясың мен қарағанда, сенбегенде жүрек соғат, ойнағандай барабанда. Сенбегенде жүрек соғат, ойнағандай барабанда. Жан сырымды бір сәтке тыңда мені, таныспай-ақ шын ғашық қылған еді. Айттың бірақ қай жерден екеніңді, сұлуым сен не деген жұмбақ едің. Девочка из города Караганда, жымиясың мен қарағанда, сенбегенде жүрек соғат, ойнағандай барабанда. Девочка из города Караганда, жымиясың мен қарағанда, сенбегенде жүрек соғат, ойнағандай барабанда. Сенбегенде жүрек соғат,
алсам ғой біліп бәрін, баурап алды жанымды қылықтарым. Лайықтысың болуға теңімені, себебі мен өзіңді ұмытпадым. Девочка из города Караганда,